Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үйде жиі жасайтын сүйікті салаттарымның бірі өте жеңіл, дәруменге толы қыл жасалатын дайындаймыз. Ең алдымен осылай алмамызды кубиктап турап алатын боламыз. Мінекей екінші алмамызды турап ыдысымызға салып алдық. Енді қызылшамызды да тура алма сияқты кубиктап турап алатын боламыз. Мінекей қызылшамыздың барлығын турап болдық. Енді біз жаңғағымызды осылай майда етіп турап алдық. Оны да ыдысымызға саламыз. Енді осылай гранатымызды кесіп алдық. Оның барлығын ішіндегі жемістерін ыдысқа салып аламыз бөлек. Және оны да ыдысымызға салып, консервідегі жүгерімізден 4 ас қасық салып аламыз. Және керегінше майонез қосып, барлығын қасықпен араластырып алатын боламыз. Міне біздің жеңіл әрі пайдалы қарапайым өнімдерден жасалатын салатымыз дайын. Сіз де жасап отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.